Білесіз бе? Қазақстанда мыңдаған бала ата-анасының қамқорымсыз қалып жатыр. Бұл жай ғана статистика емес. Әрбір санның артында өз отбасын аңсаған кішкентай адамның тағдыры жатыр. Ендеше, бүгін біз осы балаларға қалай көмектесуге болатынын, жүйенің қалай жұмыс істейтінін және, ең бастысы, әрқайсымыз бір балаға жылулық сыйлау үшін не істей алатынымызды бірге талқылайық. Бұл шынымен де көпшілікті ойландыратын сұрақ. Бір қарағанда бұл өте күрделі ұзақ процесс сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ білесіз бе, шын мәнінде мемлекет бізге бірнеше нақты, түсінікті жолды ұсынады. Қане сол жолдардың қандай екенін және ең бірінші қадамды неден бастау керектігін анықтап көрейік. Негізі барлығының түбінде бір ғана қарапайым бірақ өте маңызды ақиқат жатыр. Әрбір бала өз отбасында сүйіспеншілік пен қамқорлықта өмір сүруге лайықты. Бұл жай ғана әдемі сөздер емес, бұл баланың толыққанды дамып, бақытлы болып өсуі үшін ең басты қажеттілік. Окей, бүгінгі талқылауымыздың жоспары мынадай. Біріншіден, мәселенің ауқымын түсінеміз. Екіншіден, баланы отбасыға алудың қандай жолдары бар екенін қараймыз. Үшіншіден, жаңа заңдар мен ережелерге тоқталамыз. Төртіншіден, мемлекет тарапынан қандай қолдау бар екенін білеміз. Соңында, егер сіз көмектесуге шешім қабылдасаңыз, нақты неден бастау керектігін айтамыз. Ал ендеше ең бастысынан бастайық. Жалпы бір баланың тағдыры неге бүкіл қоғам үшін маңызды? Өйткені отбасы дегеніміз бұл кез келген адамның, әсіресе баланың тұлға болып қалыптасатын іргетасы. Ал егер бала сол тірегінен айырылса, бұл енді жай ғана сан емес, бұл нағыз жеке трагедия. Сондықтан оған жаңа, жылы ұя табуға көмектесу бәрімізге ортақ іс деп ойлаймын. Жақсы? Енді келесі бөлімге көшейік. Нақты қандай жолдар бар? Қазақстанның заңнамасы бірнеше нұсқаны ұсынады және олардың арасындағы айырмашылықты түсініп алған өте маңызды. Сонымен, заң бойынша 5 негізгі жол бар. Біріншісі – бала асырап алу. Бұл баланы өз перзентіңізде етіп, толықтай отбасыңызға қабылдау. Екіншісі – қорғаншылық пен қамқоршылық. Мұнда бала отбасында тәрбиеленеді, бірақ заңды өкілі мемлекет болып қала береді. Тағы бірі патронат. Ал қонақжай отбасы дегеніміз, бұл балалары үйіндегі балағат демалыс немесе мереке күндерін отбасы ортасында өткізуге мүмкіндік беретін керемет нұсқа. Мына кестеге қарасақ, негізгі айырмашылықтарды анық көреміз. Қараңыз, қорғаншылық 14 жасқа дейінгі балаларға, ал қамқоршылық 14-тен 18-ге дейінгі жасөспірімдерге тағайындалады. Патронаттың ерекшелігі сол, бұл жерде қорғаншылық органымен міндетті түрде келісімшарт жасалады. Тағы бір өте маңызды нәрсе, патронаттық тәрбиешіге баланың жәрдемақысынан бөлек ай сайын жалақы төленеді. Енді мемлекет балалардың құқығын қорғауды қалай күшейтіп жатқанына тоқталайық. Өткені жақында ғана заңнамаға бір қатар өте маңызды өзгерістер енгізілді. Осы жаңашылдықтардың ең басты мақсаты біреу ғана. Ол баланың мүддесін бірінші орынға қою. Яғни жаңа отбасына барған әрбір бала үшін барынша қауіпсіз, тұрақты ортаны қамтамасыз ету. Ал нақты не өзгерді? Біріншіден, енді баланы отбасыға орналастырғанда, бірінші кезекте оның туыстарына басымдық беріледі. Бұл өте дұрыс. Екіншіден, қатаң шектеулер келді. Мысалы, үстінен қылмыстық іс қозғалған, немесе диспансерлік есепте тұрған азаматтарға қамқоршы болуға мүлдем рұқсат жоқ. Үшіншіден, бақылау күшейді. Енді әрбір қамқоршы жыл сайын баланың жағдайы туралы толық есеп беріп отыруы тиіс. Әрине, баланы отбасына қабылдау бұл өте үлкен жауапкершілік, оның ішінде қаржылық жағы да бар. Ендеше, мемлекет бұл тұрғыда қандай көмек көрсетеді? Соны талдап көрейік. Мәселен, патронаттық тәрбиешілерге ай сайын 35 АЕК көлемінде жалақы төленеді. АЕК дегеніміз айлық есептік көрсеткіш. Мысалы, 2024 жылдың есебімен бұл шамамен 130 мың теңге. Бұл әрине олардың еңбегін бағалайтын елеулі қолдау. Бірақ бұл бар емес. Осы жалақыдан бөлек патронаттағы әрбір мектеп жасындағы бала үшін қосымша 10 АЕК жәрдемақы қарастырылған, ал мектепке дейінгі бүлдіршіндерге 9 АЕК төленеді. Бұл қаражат баланың күнделікті қажеттіліктерін өтеуге арналған. Тағы бір керемет жаңалық бар. 2026 жылдан бастап барлық әлеуметтік төлемдерді, соның ішінде балалар жәрдемақысында 10,5%-ға көтеру жоспарланып отыр. Бұл мемлекеттің отбасыларды қолдауға байыптық қарайтынын көрсетеді. Сонымен біз барлық нұсқаларды мемлекеттік қолдау шараларын қарастырдық. Енді ең басты сұрақ. Егер көмектесуге деген ниет пайда болса, ең алғашқы қадам қандай болуы керек?
нақты қайда бару керек? Жалпы бұл саладағы ең басты мемлекеттік орган бұл Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитеті. Дәл осы комитет бүкіл ел бойынша жұмысты үйлестіреді. Бірақ сіз үшін ең маңызды, ең бірінші баратын жері бұл өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі қорғаншылық және қамқоршылық органдары. Нақты кеңесті, қажетті құжаттардың тізімін және барлық сұрақтарыңызға жауапты дәл сол жерден аласыз. Олар сіздің жеке жағдайыңызды ескере отырып, бәрін түсіндіріп береді. Сонымен, талқылауымызды мынадай бір сұрақпен аяқтағым келеді. Бір баланың тағдырын жақсы жаққа өзгертуге дайынсыз ба? Себебі сізден бір ғана шешіміңіз, бір ғана қадамыңыз біреудің бүкіл өмірін өзгерте алатын үлкен мүмкіндік. Мүмкін сол мүмкіндікті күтіп отырған бір бала бар шығар.